бәріміз үйден қашуға асыққанда байға шықтық. Әке шешемізге өкпелеп жүргенде байға шықтық. Жоқ, мен күйеуге шығу керек болдым. 33 жасымда. Амал жоқтан шықтым. Жоқ. Енді вынужден ғой, енді жалғыздықтан. Жүре бермейсің ба енді өйткенше? Сол кезде жалғыздықта жүре бермейсің. Сен неге жалғыз болдың? Потому что балалардың бәрі үйленіп, өздері Неге сен өзіңді жалғыз қылдың? Потому что адамдарды менсінбедің, тәкаппарлығың жоғары болды, сезімдерің болмады. Сосын не істедің, сезімі жоқ, ой жоқ адам таптың ба? Гуля, соған қарағанда емес, қазір сен нақты түсініп алсаң, ол адам өзгереді. А егер сен оны істеп атқаны дұрыс емес, менікі дұрыс, мен жоғары тұрым десең, ол өзгермейді никогда. Құдай неге бізді ол адаммен қосты деген сұрақты қоймаймыз ғой. Сол сұрақты қоям өзіме. Сонда не деп айтады саған? Оның басын сүйреу үшін берді ма? Адам болу үшін берді ма саған? Күресу үшін шығар. Ойбай, немене соғысқа кетіп барды? Қай отан соғысында жүр? Гуля, бейбітшілік заман соғыс баяда 45-те бітіп кеткен. Если честно. Серьезно айтшы маған, неге берді саған сонда ол адамды? Адам болса деп шығар. Ол адам болмай келіп, сен оны адам болмай келіпсің да? Вот, молодец. Бізде неше түрлі ой болады ғой. Енді сол ойларыңды ашып айта бер, дұрыс. Ол күлкілі нәрсе емес, сен дұрыс айтып тұрсың. Сен оны адам қылам деген сайын, ол адам болмайды. Потому что сен оны адам емес деп ойлап тұрсың. Бұл жерде не істейміз? Ол адам емес, ол ойсыз, ол ойын ойнайды, ол жаңағы тек тамақ жегеннен мәз, басқа білмейді, ақша қайдан табу керек екен білмейді, ол мені аямайды, мені жақсы көрмейді, балдарға жаны ашымайды, анау мынау деген қанша ойың бар, ойың таусылғанша қағазға жазып, қағазбен ручкамен дос болыңдар да. Сондай ойым бар екен, мойындаймын және сол ойымнан бас тартамын. Сондай ойым бар екен, мойындаймын және сол ойымнан бас тартамын. Отыр да өзімен жұмыс жаса. Потому что Құдай не дейді? Тең теңімен қосады дейді.